Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз 6 сыныптың 4 тоқсандағы 1 БЖБ-ны талдаймыз. Бұл бізде бірінші нұсқа болады. Ал алғашқы тапсырманы бастайық. Бізде сандары берілген. Белгісіз санның орнына x-ті қояйық. Төмендегі ақпараттарды пайдаланып, қатардағы жетіспейтін натурал санды табыңыз. Енді бірінші бастайық. Арифметикалық ортасы 13-ке тең. Арифметикалық ортасы табу үшін біз барлық сандарды қосып, сосын барлық сандарды санаймыз. Бізде мұнда 7 сан болады. Сол үшін бәрін 7-ге бөлеміз. Так, 3 қосу 7 қосу 5 бізде болады 15. Қосу x қалдырамыз. 21 қосу 18 бізде болады 39. 39 қосу 19 бізде болады 58. 58-ді 15-ке қосамыз, бізде шығады 73. 73x бөлу 7-ге тең 13 болады. Енді 7-ні 13-ке көбейтеміз, бізде шығады 91. Так, енді 73-ті 10 жаққа лақтырамыз. 91-ден 73-ті аламыз, бізде шығады 18. Ал болады 18. Ал енді b-ға көшейік. Өзгеріс ауқымы 37-ге тең. Өзгеріс ауқымын табу үшін біз ең үлкен саннан ең кішіні аламыз. Бұл бізде 3 болады. x-3 тең бізде болады 37. 3-ті 10 жаққа лақтырамыз. Бізде болады 37 қосу 3 тең 40. X тең болады 40. Б жауабы 40 болады. Ал енді С-ға көшейік. Қатар модасы 21-ге тең. Модасы дегеніміз ең жиі кездесетін сан. Егер біз x-ның орнына 21 қойсақ, бізде дұрыс жауабы шығады. Ал енді екінші есеп. Алпамыстың ақ және көк түсі бейсболкалары, ақ сары және көк футболкалары және қара және көк түсі джинсылары бар. Егер ол бейсболка, футболка мен джинсыларын ауыстырып кисе, Алпамыс неше түрлі болып киіне алады? Жауабымыздың нұсқалар ағашын құрып көрсетіңіз. Енді Алпамыста 2 түрлі бейсболкалары, 3 түрлі футболкалар және 2 түрлі джинсылар бар. Сол үшін біз 2-ні 3-ке көбейтіп, 2-ке көбейтіп, бізде 12 шыға алады. Бірақ бізде сұрап жатыр. Жауабыңызды нұсқалар ағашын құрып көрсетіңіз. Енді жазайық, мысалы. Алпамыс. Так, бірінші бейсболкадан бастайық. Бізде бейсболка ақ немесе көк бола алады. Сосын футболка. Бізде футболка ақ немесе сары немесе көк бола алады. Сосын джинсы. Қара немесе көк. Мұнда тоже қара немесе көк. Мұнда да қара немесе көк. Енді мұнда қараймыз. Мұнда бізде бір нұсқа. Мынау да бізде бір нұсқа. Сонымен мұнда 2, мұнда 2, мұнда 2. Мұнда көк бейсболкамен бізде 6 бола алады. Мұнда бізде тоже самый болады. Сол үшін сразу 6 жазамын. Енді 2 қосу 2 қосу 2 қосу 6 бізде тең 12 тоже шығады. Жауабы 12 болады. Пойыз жолдың 280 километрін 70 км сағатына жылдамдықпен, екінші бөлігін 120 км-ді 40 км/сағат жылдамдықпен, үшінші бөлігін 150 км-ді 50 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі пойыздың орташа жылдамдығы қанша? Орташа жылдамдығын табу үшін біз орташа жолды орташа уақытпен бөлу керекпіз. Орташа жолды табу үшін біз барлық жолдарды қосамыз. Барлық қашықтықты қосып, бізде шығады 550 км. 550 км қашықтық орташа шығады. Енді орташа уақытты табу үшін біз барлық бөлек-бөлек уақытын табайық. Мысалы 280 км-ді 70 км/сағатынан бөлеміз. Бізде шығады 4. Енді 120 40-қа бөлеміз. Бізде шығады 3 сағат. Сосын 150 50-ге бөлеміз. Бізде шығады 3 тоже. Енді барлық уақытты қосамыз. 4 қосу 3 қосу 3 тең болады бізде 10. 10-ды мұнда жазамыз. Ал енді 550-ді 10-ға бөлсек, бізде жауабы шығады 55 км/сағатына. Видеоны көрген үшін көп рахмет. Экзаменде сәттілік тілеймін. Сау болыңыз.